Соңғы кезде Қазақстанның мемлекеттілігіне қатысты күмәнді пікірлер жиі айтылып жатқаны мәлім. Көрші отырған Ресейдің кейбір саясаттанушылары еліміздің бір тұтастығына, Дархан даласына, кең байтақ жеріне көз сүзгендей пікірлер айтуда. Бүгінгі халықаралық ғылыми конференция Қазақ Республикасының 100 жыл бұрын құрылғанын дәлелдейтін дәйектермен толықты. Алаштанушылар 30 жыл бұрын қол жеткізген тәуелсіздігімізге алашордалықтар мұра еткен қазақ автономиясы бірден-бір себеп болды дейді. 20 жылдың тамызында Қазақ Кеңестік Республикасы болып құрылдықта, 36 жылы желтоқсанда біз Кеңес одағының одақтас республикасы болып мәртебеміз көтерілді. Ал 91 жылдың 16 желтоқсанда сол республика өзінің ұлттық тәуелсіздігін жариялады. Демек біз аяғымыз аспаннан салбырап түскен жоқпыз. Бұл жерде қазақ мемлекеті болған жоқ деген далбаса сөзді теріске шығару. Сөйтіп біздің тарихымыз бар, тамырымыз бар екенін көрсетуіміз керек. Тарихи мерейтойды мойындамаған басқа мемлекетті мен білмеймін. Депутат Перуашев бұрын қазақ елінің мемлекеттілігі болмаған, қазақ автономиясы Кеңес одағы аясында құрылды деген пікірлер жалған дейді. Керісінше, Ресей империясы аймағында алашордалықтар алғашқы болып 1920 жылы қазақ автономиясын құрды. Содан кейін 15 республика КСРО құрамына кірді. Бұл пікірді конференция барысында ресейлік тарихшылар да растады. Бұның өзі біздің мемлекеттілігіміз 100 жыл бұрын құрылғанын дәлелдейді. Мәжілісмен 100 жыл бұрынғы алаштың ұстанымы әлі де өзекті. Әлихан Бөкейханның елді дамытудағы идеялары мен ұстанымдарын бүгінгі Қазақстан қолданса болар еді дейді. Бұл қай мәселеге келсек те, бұл деген парламентаризмге келсек, демократияға келсек, ұлтшылдыққа, тіпті жай ұлтшылдық емес, экономикалық ұлтшылдық, ресурстық ұлтшылдық десек, ол осы сұрақтарға мысалы Әлихан Бөкейхан 100 жыл бұрын анық нақты жауап берген болатын. Мемлекеттің тірегі ретінде, мемлекеттің ұстанымы ретінде меніңше біз алаш ұстанымын ұстауымыз керек. Бүгінде елімізде жаппай насихатталып жатқан рухани жаңғыру бағдарламасына алаш ардақтылардың идеологиясын енгізген жөн дейді алаштанушы Сұлтанхан Аққұлы. Негізі рухани жаңғыру бұл 20 ғасыр алаш қозғалысының кезіндегі үндеу болған, ұлттық үндеу болған. Бұл қайта жаңғырайық. Біз ұлттық қазіргі көне дәуірден келген ұлттық мәдениетіміздің негізінде біз қазіргі заманауи мәдениетімізді қалыптастырайық деп. Олар сол мәдениетті қалыптастырып кетті. Егер біз өзіміздің жерімізде, өз мемлекетімізде, өз тілімізде сөйлей алсақ, мұның бәрі алаш қозғалысының, алаш автономиясының бүгінгі ұрпаққа қалдырған мұрасы, қон жетпейтін мұрасы. Біз осыны неге бағалай алмаймыз? Негерек халықаралық бейнеконференцияда алаш зиялыларының еңбегі, ел егемендігі үшін күресі жайында көп мәлімет айтылды. Ғасырға толы тарихи күнді ұрандатып өткізбесек те, алаш мұрасын құрмет тұтқан қауым назардан тыс қалдырған жоқ. Осы айтулы күнді ел болып атап өту туралы 1 жыл бұрын үкіметке ұсыныста тасталғанды. Алайда Ақжолдың парламенттегі фракциясы жолдаған бұл сауал жауапсыз қалған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.